Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге осындай жұп-жұмсақ, өте дәмді майсөктің рецептін көрсеткім келеді. Менімен бірге жасап, ауызашарға жасап дастарханның сәнін келтірсеңіздер болады. Тарыны алдымен ыстық суға бірнеше рет қайталап жуып аламыз. Міне алғашқы жуған кезімізде осындай қап-қара кір су шығады. Осы суымыз тазарғанға дейін қайталап жуамыз тарыны. Енді осы жуылған таза тарымызға ыстық сүтті құйып, отқа қойып қайнатамыз. Тары жұмсарғанша баяу отта қайнатамыз. Біз алдында ыстық суға тарымызды жуып алғандықтан тарымыз жартылай пісіп қойған, сондықтан тез пісіп шығады. Бетін жауып бұқтырып қойған кезімізде қанты бірге ерісін деп қантын да салып қоямыз. Сонымен қатар сары май. Осымен майсөгіміз дайын болды. Жаңағы сулы болып тұрған майсөк бетін жауып қойғаннан кейін тағы да өзіне суды сіңіріп, әрі жұмсарып, осындай күйге енеді. Осымен біздің өте жұмсақ майсөгіміз дайын болды. Менің арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.